Қара аққу деген терминді ең алғаш рет Насим Николас Талеб өзінің Қара аққу атты кітабында қолданған еді. Бүгінгі видеода қор нарығында пайда болған қара аққуларға тоқталамыз. Бұл Жусан Инвест. Лайк басып, каналға жазылыңыз. Ал біз бастаймыз. Қара аққу теориясы тарихты өзгертетін кездейсоқ жағдайлар жайлы. Сонымен қоса, біріншіден, болжау мүмкін емес жәйттермен ерекшеленеді. Қара аққулар позитивті немесе позитивті емес болып бөлінеді. Олардың қатарына қаржы дағдарысы. Мысалы, 2008 жылдағы әлемдік ипотекалық дағдарысты айта аламыз. Әлемді түбегейлі өзгертетін оқиғалар. Мысалы, ковид пандемиясы секілді оқиғаларды жатқызуға болады. Қара аққудың ең басты белгілері келесідей. Оның жүзеге асуын ешкім күтпейді. Салдары өте ауыр болады. Ол жүзеге асқан соң дұрыстап ойланып қараса, шынымен де міндетті түрде болу тиіс екенін түсінесіз. Насим Талеб өз кітабында мысал ретінде 2001 жылы 11 қыркүйекте Нью-Йоркке жасалған террористік шабуылды және адамзат тарихындағы қаржы дағдарыстарын осыған қосады. Мысалы, ковид пандемиясы да қара аққулар қатарына. Өйткені пандемия болатынын ешкім болжаған жоқ. Салдары адамзат үшін өте ауыр болды. 21 ғасырда пайда болған қара аққулар тізімін жасап шығайық. Даткомдар тоқырау 2000 жыл. 90-шы жылдар соңында интернетпен байланысты компаниялар биржаға шыға бастады. 1990 жылы алғаш рет 200 компания бірден акцияларын биржаға шығарып, 200 миллиард доллар пайда тапты. 2000 жылдың 10 наурызында NASDAQ индексі 5132,52 пунктқа өсіп, ең жоғарғы көрсеткішке еді. Нарық жабылар кезде 1,5 есеге құлады. Индекстің құлауы Силикон алқабының ақпарат экономикасы қалыптастырған жүздеген компанияны банкрот етті. 2000 жылдар басында ешкім IT компаниялардың акциясы құлайды деп ойлаған жоқ. Бұл қара аққудың бірінші белгісі. IT компаниялар акциясы құлағанда бүкіл нарыққа ауыр әсер етті. Көптеген компаниялар мен инвесторлар бар байлығынан айырылды. Қаншама адам жұмыссыз қалды. Бұл қара аққудың екінші белгісі. Сосын уақыт өте келе доткомдар дағдарысы міндетті түрде болу керек екенін түсіндік депті көптеген сарапшылар. Өйткені қаржы есептерінде үнемі нашар көрсеткіштер шыққан, ал аяқтық белгілері байқалған. Бұл енді қара аққудың үшінші белгісі деп айтуға болады. Нью-Йорктегі халықаралық қаржы орталығына шабуыл 2001 жыл. 2001 жылы Нью-Йорктегі қаржы орталығына террористік шабуыл жасалды. Америкалық биржалар жұмысын бірнеше күнге тоқтатты. Ал 17 қыркүйекте жұмысын қайта жандандырған кезде S&P 500 бірден 14%-ға құлдырады. Туристік және сақтандыру компаниялар акциясы қатты құлдырады. Бұл Америка халқына ғана емес, бүкіл әлемді өзгерткен оқиға деп айтсақ қателеспейміз. Ипотекалық дағдарыс 2007-2008 жылдар аралығы. Ипотекалық дағдарыс банктердің банкроттығы және акциялар бағасының тез түсіп кетуімен басталды. Америкалық S&P 500 30%-ға құлдырады. The Financial Times 2008 жылды 1938 жылдағы дағдарысқа теңеді. 2008 жылғы ипотекалық дағдарыс туралы The Big Short деген керемет фильм бар. Жалпы дағдарыс қалай басталды, нарыққа қалай әсер еткені барлығы жақсы бейнеленген. 2008 жылы ипотека нарығы өсіп жатқанда ешкім дағдарыс болады деп ойламады. Одан кейін қаншама адам үйсіз далада қалды және уақыт өте келе зерттеп, жақсылап ойланып қараса, бұл да міндетті түрде болу тиіс оқиғалар қатарында екенін түсінуге болады. Одан кейін Қытайдағы қаралы дүйсенбі, Британиядағы Brexit секілді оқиғаларды атауға болады. Ал соңғы 20 жылдағы ең үлкен қара аққу 19 жылдың соңы мен 20 жылдың басында басталған ковид пандемиясын айтуға болады. Адам шығыннан бөлек көптеген жұмыс орындар жабылды, акциялар құлдырады. Адамзат еш күтпеген әрі оқиға болды. Қара аққулар арқылы инвестор табыс таба ала ма? Иә, табыс таба алады. Бірақ ол үшін адам сенгісіз дәрежедегі үлкен зерттеу жасау қажет. Мысалы, 2005 жылы Sion Capital Hedge қорының менеджері Майкл Бьюри несие бойынша дефолт сваптарын сатып алу арқылы ипотекалық бағалы қағаздар нарығындағы құлдырауға шорт жасады. Ипотекалық көпіршік шынымен жарылғаннан кейін 2007 жылға дейін ғана Бьюри пайшыларға өз қаражаты мен пайдасын қайтарды. Олар үшін Бьюри $750 миллион, ал өз үшін $100 миллион пайда тапты. Бұл туралы басты рөлді Кристиан Бейл сомдаған The Big Short фильмінде жақсы көрсетілген.
Одан бөлек 20 жылы пандемия басылған кезде туристік және тасымалдау компаниялары акциясын ұстағандар шығынға ұшыраса, IT компаниялар акциясы пандемия кезінде жақсы өсті. Мысалы, Zoom, Netflix секілді компания акциялары өсті. Яғни қара аққулар себебіне байланысты IT саласына ақша салғандар біраз табыс тапты. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында пікір қалдырыңыз. Біз қуана жауап береміз. Лайк басып, каналға жазылыңыз және Жусан Инвест арқылы инвестиция жасаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.